Саламатсыздар. Бүгін біздің обзорымызда, яғни Коньялты бич, немесе Коньялты пляжы. Дәл біз бүгін кіретін жер, яғни бич парк деп аталады. Анталия қаласында орналасқан. Мұндай кереметтей Түркия мемлекетінің, яғни флагы желбіреп тұр. Бұл флаг Ататюрк паркінде орналасқан. Ол парк бойынша бөлек обзор шығады. Комментарийға жазып кетіңіздер. Міне осындай керемет жерорта теңізі орналасқан. Жерорта теңізінің жағалауында. Мұнда бинокльдер бар. Мұнда арнайы суретке түсетін орындар бар. Анталия деген жазумен, яғни арка астына скамейкасымен. Сіздерге пляжды жоғарыдан тағы да бір көрсете кетейін. Осындай кереметтей, яғни тауларды көріп шомылсаңыздар болады. Мұнда обзорная площадка бар, яғни мұнда Рикс орналасқан. Енді осы жоғарыдан біз төмендегі пляждың өзіне түсеміз. Көптеген кісілер осына келіп суретке түседі. Және де кішкене сіздерге осы пляж жайында айтып кете берейін. Кадровый голоспен, за кадровым голосом. Яғни пляжға дейін сіздер автокөлікпен, немесе велосипед, ролик, коньки, машина, самокат, скутермен барсаңыздар болады. Немесе осылай пешком барсаңыздар болады. Жол екі беттен орналасқан. Арғы жағынан, мынау жағынан. Яғни жаяу жүргіншілерге. Кешке таман көреміз. Енді күндіз адамдар азырақ, кешке таман адамдар осы тастардың үстіне шығып, тоже кешке таман көріп отырады. Себебі мынау жақтағы жағалаудың бойында орналасқан гостиницалар және көптеген, яғни ғимараттардың бәрінен түнде светтер жанады. Өте керемет көрініс. Осы видеороликтің аяғына тағы жалғауға тырысамын кешке. Мынау талдардың аттарын кім білет? Білсеңіздер, комментарийға жазып кетіңіздер. Пальмаға ұқсас, яғни тропикалық ағаштарға ұқсайды. Мұнда тағы да осындай обзорный площадкалары бар. И Турцияда көп байқағаным, адамдар осындай суларды салқындатып, су сатылады. Естіватсыздар ма? Суық су деп. Бұл жақта да велосипед өте кең таралған. Енді Европа секілді кең таралмаған, бірақтан велик айдайтын кісілерді көп көреміз. Және міне осындай мотоцикл айдайтын кісілерді көп. Мұнда көптеген видеороликтер көріп жатамыз бізде. Без голоса скутера Турция не Турция деп жатады. Мысалы TikTok'та, Instagram'да көріп отсаңыздар. Себебі бұнда скутер айдайтын адамдар өте көп. Қазір жолдың бойына қараңыздар. Міне бір скутер өтті. және көліктер.
тоже ақ машиналар да бұнда көп тараған. И мысалы Москвадағындай немесе шетелдегіндей мысалы мынандай таксилер көп. Мынау такси дәл мысалы британский таксиге ұқсайды. Fiat автокөлігі. Міне скутерлар кетіп жатыр уже. Міне анда біреу тұр, мұнда біреу тұр. Қараңыздар, адамдар осы отбасымен бірге скутер айдайды. 4 адам отырып алған, 2 баласымен ерлі-зайыптылар. Көрдіңіздер ғой, скутер, ақ машина и сары түсті таксилер. Ең көп тараған түс ақ. Мұнда да адамдар отыр. Так, қазір кішкене ыңғайсызданып тұрмын. Яғни адамдар шомылып жатқан пляжда камераны қолыма ұстап түсіріп жүрсем қалай қарайды деген. Міне мұнда яғни бич парктың такси орталығы. Және де бір айта кететін нәрсе, мен сіздерге бұл бойынша арнайы видеоролик түсіремін, арнайы такси бойынша. Турцияда такси алу үшін арнайы лицензия келеді. Оның бәрін толығырақ түсіндіріп беремін. Қазір айтайын дегенім, әр таксидің өзінің точкасы бар Турцияда. Мұнда яғни таксопарктың точкасы бар. Көрдіңіздер ғой мұнда таксилер. Мынау столбыда орналасқан кнопканы басады, енашін таксиден адамдар отырып кетеді. Бүгін қайтып жатқан адамдар аз секілді. Мұнда шлагбаумды біз Турцияға келген күні көрдік. Шлагбаум жоқ, бірақ сол күні мына жерде қопарып жатқан экскаватормен кеп. Ертесіне қарасақ шлагбаумға қойыпты. Біз анау төбеде тұрған, флаг тұрған жерден яғни видеоға түсіріп бастадық. Соны төменге келдік енді. Мұнда міне денисшілер спорт клубы дейді. Мұнда кішігірім тренажер бар. Адамдар анда-санда занимация етіп жатқанын көреміз. Анталия Елкен ve Deniz Sportları İhtaşı клубы деді. Парусный спортивный клуб деп жазылған менің ойымша. Так, мұнда кішігірім буфет бар. Так, енді мен сіздерге осы пляж бойынша көрсете кетейін. Так, осы знак бойынша мен сіздерге түсіндіруге кетейін енді. Бұл не знак екен? Так, яғни бұл синий флаг деп аталады. Бұл синий флагты, яғни европейстер ойлап тапқан арнайы комитет бар. Яғни теңізді тексеретіндер осындай шомылатын теңіздің тазалығы, мысалы судағы қандай химиялық қоспалар бар, судың тазалығы қандай, адам денсаулығына деген секілді. Мұнда қарасаңыздар, яғни осы Коньалты пляжында осы синий флаг бар. Бұл бойынша ютубтан өздеріңізде толығырақ оқып қарасаңыздар болады. Мен өзім білетін ақпаратты сіздерге қазір айтып түсіндіріп кетемін. Так, міне мұнда адамдар маска тастаған ішіне, яғни утилизатор. Масканы утилизация жасайды. Тек маска емес, мұнда маска, пластиковый отходтар. Так, енді сіздерге осы синий флаг бойынша айта кетейін тағы да.
Так, синий флагты адам алу үшін ең бірінші бұл жерде, яғни шомылатын орынның өзі соответствовать ету керек, теңіздің өзі. Бұл жерде, яғни судың қоспасын тексереді ең адамдар бірінші. Судың қоспасын мысалы теңіздің бетінен 30 сантиметр төменге алып тексереді. Ол судағы химический реагенттерді. Және де мұнда тағы да қараңыздар. Яғни киім ауыстыратын жер бар, бұның бәрі тегін. Және пресный сумен душ бар, 4 душ. Яғни 2 колонна, 2 шетінен 4 адам бірдесе шомыла бере алады. Пляждың өзі мынандай галичный пляж. Яғни майда-майда тастар, жұмыр келген. Бұның яғни песочный пляжын, топырақ пляжа қарағанда бұның артықшылығы. Мұнда қараңыздар, мысалы, мен қазір өзім жалаң аяқ жүре берейін. Бұнда ерекшелігі, үстіңіз мысалы су таза болады біріншіден, екіншіден суға шыққаннан кейін осындай қызып тұрған таста жатсаңыз өте керемет. Аяқпен бас жүрген кезде, яғни аяғыңыздағы точкалерге массаж. Мен кішкене темадан алып кеткен секілді, мынау көк флаг бойынша оған қазір қайтадан орналасамыз. Себебі осы жолмен қазір артқа қайтамыз. Яғни осы жерден бастап осылай ұзыннан ұзын біз өзіміз тек қана 5 километр ғана бардық. Осы пляжың жетінде, яғни жүгірушілерге арналған бөлек жолақ бар полоса. Яғни скутер мен велосипедті айдайтын кісілерге бөлек полоса бар. Және де жаяу жүргіншілерге бөлек полоса орналасқан. Яғни алдын бұл көше 6 жолақтық бола ма, қалай шестиполосный болған, көліктерге арналған. Кейін оны қысқартып, көліктердің жолын жаяу жүргіншілерге көптеген условия жасаған. Және де бұл жерде жолдың бойында көптеген кафе, ресторандар бар түрлі. Пляж осымен ұзағынан кете береді. Қанша шақырымға дейін оны әлі оқымадым. Шынымды айтайын, біз өзіміз 5 километрге дейін бардық, песочныйға дейін. Так, осымен енді біз тікесінен артқа қарай қайтамыз. Біздің өзіміздің шомылатын жеріміз бар. Пляж абсолютно тегін, кез келген адамға, местный халықтарда келе береді, немесе біз секілді келген, кез келген туристер келіп тегін шомыла береді. Мұнда егер құр өзіңіз мынау кісілер секілді тасқа жататын болсаңыздар, ол өте былай айтқанда тегін, ешқандай ақы алынбайды оған. Егер мұндай шезлонг алам дейтін болсаңыздар, өздеріңіз яғни жатам деп, ол кезде оған 10 лира төлейді, яғни 500 теңге. Пляж сағат, кеш сағат 19:00-ге дейін жасайды. Міне мұнда тұр. Просто мұнда адамдар шомылып отқанда камерамен түсіргенге өзім ыңғайсызданып жатырмын кішкене. Ауа температурасы көрсетілген. Мынау жерде градусникте. Так. Яғни бір зонтик, 2 шезлонг, 10 лира, 500 теңге болады. Бұны алып жатқан кезде сіздерге ескертеді, кеш сағат 7-тен кейін шезлонгтарға жатуға болмайды. Бірақ өздеріңіз тасқа барып жата берсеңіздер болады. Көп адам солай жасайды. Көрдіңіздер ғой, шезлонгтардың көбісі бос тұр. Себебі шезлонг қарағанда тасқа барып жатқан өте ыңғайлы. Так, мен сіздерге мұнда көрсетілген көк флаг бойынша айтып кетейін. Бұл көк флагты алу үшін сіздерге арнайы комиссия келеді. Яғни теңіздің бетінен санағанда 30 сантиметр глубинадан алынады. Судың пробасы. Ол судың пробасын арнайы химиялық лабораторияларда зерттейді. Яғни судың составын, адам денсаулығына зиян еместігін, және де бұл теңізге қай жерден қандай слив құйылады, немесе бұл қандай жерге барып құяды, соның бәрін зерттейді. Одан кейінгі судан бөлек критерия, пляждың өзі қандай таза емес, қандай условиялар жасалынған, адамдарға киім ауыстыратын орындал қарастырылған ба, қарастырылмаған, тегін дәретхана бар ма, жоқ ба, және пресный водамен, яғни судан кейін шомылатын жер бар ма деген секілді. Ал Коньялты пляжы дәл осы критерияның бәріне сай келеді. Міне мұнда тегін бар, киімдерді ауыстырып алсаңыздар болады, душқа түсіп. Және де
кез келген пляжға керектің бірі. Бұл яғни құтқарушылар. Бұл құтқарушылар бұнда бар. Кішкене андай тастармен жүрген ыңғайсыз. Бірақ өте денсаулыққа пайдалы. Біз әрдайым арғы баста бар шомылушы едік, енді осы баста келдік. Себебі мұнда адам аз біріншіден, екіншіден мынандай керемет вид бар. Яғни жартасқа қарап шомыласыздар. Бүгін толқын кішкене аздау секілді. Кейде кішкене жел оған кезде толқын күшейеді. Осылай келесіздер, заттарыңызды сақтайсыздар, бір сүлгіні жайып шомыла бересіздер. Көрдіңіздер адамдардың көптігін. Көбінесе негізі ауа өте тынық болып ашық тұрады. Сол кезде мынау тауларға қарап шомылсаңыздар, өте керемет. Міне осылай видеоролик ұнаса, лайк қойып комментарий жазып кетіңіздер, достарыңызбен бөлісіңіздер. Анталияда қандай жерге келіп демалуға болатындығын көрсетеді. Міне мен айтқан кеште келіп жетті. Машиналар осылай кругпен кеп түседі мұнда. Пляжда әлі адамдар шомылып жатыр. Сағат кешкі сағат бізде қазір айтам қанша болған. Сағат 8-ден 27 кетті. Ауа температурасы 30 градус. И кешке таман осылай жанады. Көрдіңіздер ме, трафик өте үлкен пляжға қарай кешкісінде. Кешкісін осындай өте керемет вид болады. И жаңа мен айтқандағындай міне екі адам отыр. Адамдар осылай үстен шығып отырады, осындай керемет видқа қарап. Себебі расында да вид өте әдемі. Міне орыс тілді адамдар естіліп жатыр. Русскоговорящийлар. Сіздерге қазір Ататүрік паркының кешкі келбетін көрсетеміз. Қазір мынау жақтан да сіздерге енді кешкі обзорды тағы да бір көрсете кетейін. Анталия деген жазу жазылып тұр. И адамдар әліге дейін суретке түсіп жатыр. Міне мұнда екісі. Стол, стул, пауэрбанк. Там термос. Чай ішіп отыр. Андай керемет видқа қарап. Скутерлер мұнда бүткіл жерде тек қана автокөліктің жолында емес, яғни жаяу жүргіншілердің жолында жүре береді.
онда көптеген нелер көреміз. Кейде встречкаға шығып кетеді, егер бір поворотқа кіру керек болатын болса. Егер Анталияға келетін болсаңыздар, бич парк деп айтыңыздар, немесе осы флагшокты көрсетіңіздер. Осы флагшоктан тастап кетсе, теңізге бұлай, яғни пешком түсе саласыздар. Себебі Коньялты пляж дейтін болсаңыздар, осы точкадан сіздерді пляждың арғы басына апарып тастауы мүмкін. Ол жерден бұл точкаға келу 4-5 километр.